Өзім атым Сарагүл, фамилиям Ахметова, бірақ қыз кезіндегі фамилиям Нүгербекова, Мизан қызымын. Әкем менің өзі негізі мына Ұлытау өңірінде Қарсақбайда туылған бір байлардың баласы болып келеді. Содан жаңағы әкемнің әкесі Пысырман деген кісі сол жерде бір белгілі үлкен байдың баласы болғандықтан бір хан өзінің қызын беріпті менің аталарымызға. Сол жаңағы ханның қызынан таралған біз деп есептейміз. Манаш Қозыбаев деген академик историк ағамыз айтқан кезде жаңағы шынында мен оған сендім. Себебі тарихи көп архивті материалдарды көтерген кезде біздің ата-бабаларымыздың тегін тексерген кезде сондай жағдайлар болыпты. Шында біздің қанымызда қанның тұқымы бар екенін мен жаңағы бала шағаларыма қазір айтып отырамын. Өзімнің анам да мынау Бөгенбай батырдың тұқымдары екен. Анамның анасы Рабиға Разия деген апаларымыз сол Бөгенбай батырдың әкесінің қарындастары болып келеді екен. Сол Қанжығалы арғындар Атбасар өңірінден, сол бір Атбасар өңірінің байларының қыздары болғандықтан, мына Қарсақбайдың бір байларының қыздары 13 жасында құда түсіп алып, әкем 17 жасында, анам 13 жасында сол жаңағы 40 қара малдарын, қалың малын беріп, сол жақтан көшіріп 13 жасында алып, 18 жасына дейін қолбала болып өсіріп, 17-18 жасындағыны қосқан екен. Құдайға шүкір туған туысқандарыма, інілеріме, бәріне мыңда бір рахмет. Осындай керемет асты ұйымдастырып, осындай тамаша туған туысқандарымен кездестіріп отырғандарыма, інілеріме мыңда бір рахмет, бауырларыма, туысқандарыма, сіңілдеріме, апаларыма, бәріне мыңда бір рахмет. Мизан орта бойлы, сары, әдемі, өзің сияқты сұлу жігіт болған. Шешемді 13 жасында алған. 13 жасында алған. Шешем қара торының әдемісі болған. Қасы қап-қара, жүзі қап-қара, сондай сұлу жау. Мына қыз міне осы шешеме тартқан. Мен әкеме тартқанмын. Мен 14 жаста әкем соғысқа кеткен уақытта үйде ешкім жоқ қой. Мынау кішкентай сіңлім бар еді. Сол ең үлкені менмін. Сонан жаңағы шешем тифпенен ауырды. Ауырып, больницаға апарып, больницаға жатқыздым. Бір күні мектептен шығып, барсам, мынау екеуміз барсақ, қызым деді, шешең қайтыс болды деді, өліп қалды деді. Сосын неге өледі дедім. Мен кеше келіп кеткенде жақсы еді ғой. Неге өледі? Қаяқта жатыр? Моргта жатыр деді. Мен айттым, жүр, моргқа барамыз. Неде бетін жауып қойған екен, бетін ашып бүйтіп қарасам, шешем деп ыңылдап жатыр. Сонан шешемді жүгіріп дереу докторға мынаны қойып қойдым да сол жерге военкомат, главврач бәрі бірігіп шешемді көрді моргта жатқаннан кейін. Сонан кейін жаңағы врачтарға, медсестралардың бәріне сөгіс берді. Врач айтты, неге сен қарамайсың? Мына битте кішкентай балдар мынау жетім қала ма? Деп, сосын военкомат бізді шақырып алып, бізге дочка, молодец, саған благодарность деп, арқамнан сүйіп, бетімнен құшақтап, военкомат. Сонан военкомат бізге подарка берді. Военкомат, әкең соғыста подарка ақшалай берді. Сонан сөйтіп, шешемді мен өлген жерінен тірілей алып қалдым. Бір 1942 жылы соғысқа алып кетті. 1944 жылы 17 июньде соғыстан қайтып келді. Соғыстан келгеннен кейін ауыл аймақ бәрі ол кісіні жақсы құрметтеп, соғыстан аман есен келді деп, ағайын туысқандар бәрі жақсылап қарсы алды. Оң қолы соғысқа беріп келеді. Бір қолы жоқ әкеміздің. Сонда да өте пысықтығыменен жаңағы өзінің бізді еш нәрседен кем қылып баққан жоқ, кем болған жоқпыз. Ибраев деген бірінші секретар болған.
қазақ еді. Соған айтты, мен әй балам деді, соғысыңа бардым деді. Әскерге бар қолымды бердім деді. Мен жұмыс істей алмайым, мен халықтың ризашылығын алып, мешіт салғызам деді. Сосын, ой аға, мешіт салуға болмайды ғой деді. Жоқ болады деді. Болады, мен салам. Халықты организовать етіп, мен мешіт салғызам деді. Үлкен мешіт соқты. Сол мешіт Көкжаңақта, Көкжахан қаласында сол мешіт әлі де бар. Мизан мешіт деп аты қалған. Muhammedur Rasulullah, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. All praise is due to the one and only, He is the master. Сол енді әкем өлер алдында Сараны да, анамды, жаңа кішкентай інім Мұхтарды менің жолдасым Төкенге тапсырды. Осыларды қалайда тұрсын жеткізесің, тұрмысқа да берсең да, оқуын оқытсаң да, бәрі саған тапсырын деп кетті. Сол әкемнің тапсырмасын орындауға тырыстым. Жасырасын жоқ, кейбір балдар апайдан емес, осы Сарагүлден қорқамын дейтін. Өйткені апайымыз бір жаққа кететін деп болатын болса, осы Сарагүл қарап отыр, Сарагүл, мына балдар ұшыламасын деп кейде сыртқа шығып кетсе, осыған дайындайтын. Сонда апайымыз бар кезде қайта еркінде болатын болсақ, осы Сарагүлге тапсырып кеткеннен кейін бәріміз тырп етпейтінбіз. Өйткені қатуланып түйіліп келгенде бұл онша-мұнша шәркіз тентек балдармен салыса кетуден тайынбайтын. Содан кейін бәледен аулақ дегендей болып бәріміз бұдан аулақтау жүретінбіз. Содан неге керек енді, оны талай жігіттердің арманы болған Сарагүл ғой, жасыратын несі бар енді. Тәуір көретін бір-екі жігіттердің бұл Сарагүлге хат жазғанын да білемін. Ол хатын жұрттың мынандай сандырағыңыз енді маған көрсетпе деп жыртып бетіне лақтырып жіберген кездер де болды. Оны да білеміз. 70 жылдан бері таныспыз Рашидпенен. Бірге оқыдық. Ол да старысты группасының старыстысы болды. Мен де группамның старыстысы болдым. Сөйтіп екеуміз деканатта жүргенде танысып, өзінше ол да енді сондай қазақшыл намысы бар жігіт болды. Мен де ол біздің оқыған студент кездерімізде нархозда Ылғай мен Сығайдың жаңағы еврейлердің көбінесе қазақтың интеллигенттерінің, министрлерінің ол кезде ЦК болатын, Совмин болатын, сол министрліктердің балалары, ұлдары, қыздары оқитын жоғары оқу орын ғой, нархоз деген керемет аты шыққан. Бухгалтерлік есеп факультетінде екеуміз бірге оқып, сонда жүріп бірге таныстық. Рашид жаңағы стипендиясын тық қойған ақшаларын қалтасына салып алып кетеді. Мен бүгін киноға барам, анда барам, мында барам деп, онан кейін бір күні ренжіп кет. Мен оған киноға шақырсам, ол бүткіл факультетінің задачаларын решает деп, жаңағы есептерін шығарып отыр деп. Канада кездесіп жүрдік, үйінде болдық. Сол кездесіп жүрген кезде Сарагүл мен Рашидтің махаббаттары жанған шығар, мен ол жағын толық біле қоймаймын, бас жағын. Сол басында Рашид деген өзі мектепті орысша бітірген, орыстардың арасында орыстармен бірге өсіп, қазақша білмейтін. Содан бізбен бірге оқығаннан кейін сол 2 айдың ішінде қазақшаға үйреніп кетті ғой, соның өзінің талабы, тілегінің арқасында. Ол сондай бауырмал, ел жанды жігіт болатын. Сөйтіп жүргенде 72 жылын екен, осы Сарагүлмен таныстығы, махаббаттар жалғасып, сол құдалығына Темірланға бірге бардық.
қыз жігіт болып жүрген кезімізде біздің заманымызда жігіттер өте сыпайы болатын. Жаңа қыздардың қолынан ұстауға да ұялып кішкене. Кинодан шыққанымызда жаңа наркоз ол кезде Амангелді көшесінде болатын. Шевченко менен Амангелдінің бұрышында Целинный кинотеатрына жаңағы билет алып барып, менің портфелім, өзінің портфелі толған кітап болатын, 2 портфельді көтеріп, жаңа кинода отырғанымызда онда топыр-топыр ұлдар, қыздар болып жүретіндігіміз, бір-бірден жүрмейтіндігіміз. Мен өзімнің маңайыма подругаларымды, ол өзінің жаңағы сокурсник жігіттерін ертіп, сопырлап барып, қатар отырып, жаңағы қолымызға тиген кезде дір ете қалатындай болып, сондай бір махаббаттың ұшқындарын біздер қазіргі замандарда емес, солай қыз жігіт болып өткіздік. Өте сыпайы жігіт, қаланың интеллигент, әкесі мен шешесі өте оқыған, керемет. Маған енді сұлу жігіт болғаннан кейін әрине мен үшін өте сұлу жігіт болды. Қасы көзі деген қап-қара, өзі деген маңдай жарқыраған жігіттің төресі көрініп, содан тұрмысқа шықтым. Рашид пен Сараның орны бөлек мен үшін. Рашид соғыстан папам келгенде толған бала, 46-шы жылы. И біздің семьяға, барлық туысқандарға ерекше болатын. Енді Алматының жігіт екен. Сараға айттым енді, сен даланың қызсың, бұл қаланың баласымен қалай сен өмір сүресің, дедім. Енді таныстық қой осы Рашидпенен деді. Енді өзің білесің дедім, өмір сенікі. Бірақ енді жыламайтын жағың дойла дедім. Сөйтіп Рашидпен танысып, бір күн айтты, Тұрсын ауылға құда түсіп баратын болды деді. Сол күні туған күні болды, нағашы апаларым келді, жезделерім отырмыз. Сонда Сара кейін есіне түсіргенде айтады, Сарагүл, жаңа мен қысылғаным соншалықты ұялғаным. Ана дастархандағы шілтірдің бәрін өре беріппін дейді, қысылғанымнан, ұялғанымнан деп. Сонда бірінші рет көрдім. Тойда жүздеген адам болды. Оған даже симай қалды, тағы да қосымша той болды. Онда көп інілеріміз болды, ағаларымыз, онда өзіміз бала болдық. Сара ата енесінің қолында тұрды, өзінің туған қызындай болып кетті. Атасын, енесін бақты, олар да туған қызындай сондай ұлым, қызым деп айырмады, сондай жақсы көріп. Өте жақсы тәрбиеленген, әкесі мен шешесі де сондай білікті азаматтар болатын. 2 қыз, 1 ұл асыраған. Бір үлкен қызы Ахметова Белла Ғабдуғали қызы. Ол кісі лауреат государственной премии по ядерной физике. Жалғыз әйел бүкіл дүние жүзінде ядерный физикадан. Енді екеуміз шынын айтқанда өте бақытты өмір сүрдік деп айтамыз. Общежитиеда тұрдық. Бірінші тұрмысқа шыққанда атамыз бен енеміздің қолында тұрдық. 4-5 жылдай. Сосын олар бірінші Алматыда Хрущевский поселок тұрды ғой, сонда тұратын. Сосын енді мынау балалар туылғаннан кейін атам мен енем енді өздерінің жағдайларыңды ойлаңдар, біздер асарымызда шадық, жасарымызды жасадық. 2 балаларың бар, өкіметтің үйінде тұрсаңдар, кезекке тұрсаңдар, екеуміз тем более молодой специалист болып келгеннен кейін біз кезекте тұрдық. Содан ең бірінші жаңа малосемейный общежитиеда тұрдық. Абайдың бойында 22-ші үйде әлгінге дейін есімде 5-ші микрорайонда. Сонда Айжан деген қызым туылды 75-ші жылы. Сол менен екеуміз бақытты өмір сүріп, әуелі бірге ұмтылы үй алдық, СМУ 15 деген районнан. Содан бізге 3 бөлмелі үй берді, қазіргі Көкбазардың қасында. Содан ол 3 бөлмеліден 4 бөлмелге ауыстырдық. Сонымен тұрмысымыз жақсы болып, екеуміз де жақсы қызмет істеп, өмірде екеуміз 25 жыл бірге өмір сүрдік. 2 бала өсірдік, Ерлан мен Айжан. Біреу 73-ші жылғы, біреу 75-ші жылғы. АДК-ға главный бухгалтер болып ауысқан. АДК-дан жаңағы ішкі істер министрлігіне ауысты. Мен білем, барлық қазақтар, енді туыстар, жолдастар біздің үйге жиналады, бір қазан ет асылады. Сосын біздің үйге жиналады бір-бірден. Ең бірінші Рашид келетін, жаурап. Сіздерген 100 грамм бар ма?
қағып алады. Сосын Сараға звондайды: ай, сен кел, менің ана ескі туфлимді алып кел. Себебі ана парадный форманың жаңа туфли ғой, аяғын қысады. Сара ескі туфлиді құшақтап келеді біздің үйге. Сосын әрі мейрамдаймыз. Сондай қызық күндер болатын. Совет одағынан әр жерден командировкаға жұмыскерлер келеді. Жаңағы бір-бірінен тәжірибе алысу үшін. Соларды Медеуге бір күні алып бара жатады автобуспен. Медеудің жолыменен тауға шығып баратқан кезде жаздың бір жайма-шуақ кезеңі, жаңағы бір келіншектер Россиядан келген. Біздің Алатаудың бөктерінде тұрған ақ қайыңдарды көріп: ой, смотрите, какие, ой, русские березы растут депті. Сосын жаңағы Рашид жаңағыны естіп қалып әлгі қыздарға: да, я не знал, что и березы имеют национальность депті. Осыдан Рашидтің сөз тапқырлығы, ана жаңағы ағаштардың оның ұлтының болмайтындығын, ол ана келіншектердің түсініктерінің қате екенін екі-ақ сөзбенен сөйтіп ұялтқан. Алматыда ішкі істер басқармасында тергеу тобының басшысы болған ғой. Сонда бұған басшылары шақырып алып, жастар ереуілге шығып жатыр екен, тез арада жиналып сол жаққа барыңдар дейді ғой. Соны жоқ көппенен бірге бұда барады сол жерге. Сөйтіп тұрған кезде қасындағы тұрған милициядағы дәрежесі өзімен қарайлас адамның қазақтарға қарап гіжініп тұрғанына қарап, соны бір рет тиіп тастапты. Сен жұлқына берме, саған ұстап бойынша не айтылған еді, соны орында деп тиіп тастайды. Бірақ әйтсе де ол жігіттен бір қауіп келетінін біліп, соны назарында ұстаған екен. Бір кезде жаппай ұстаңдар, қуыңдар деген уақытта тұра жүгіргенде бағанаға күні бойы тісін қышырлатып гіжініп тұрған орыс жігіт алдыменен қолындағы жаңағы қаруын білеген күйі топқа қарай тұра ұмтылғанда бұл сасқаннан Рашид соның артынан тұра жүгіріпті ғой. Қайтсем араша түсіп қаларым деген болу керек, өйткені жаңағы орыс жігіттің ешкімді аямайтын пейілін жаңағы гіжінгеннен ақ байқаған ұқсайды. Бара бұл жаңа бір қызды таяқпенен ұрып жатқан кезінде артынан жетіп барып, бұл да жаңа қолындағы затпенен жаңа жігітті желкесінен ұрады ғой. Екінші ұрып жатқан кезде басына тиген кірпіштің соққысынан есін танып түседі. Үйіне келгенде, енді қысқартып айтайын, үйіне келген уақытта есікті ашып кіріп, киім шешіп жатқан уақытта қараса, Сарагүлдің киіп жатқан сырт киімінде пальтосы омырауы бар, қан екен дейді. Мен сені құлай сүйіппін, басында тұрсың биіктің. Сүйіктім, сүйіктім менің сүйіктім. Жаңағы тергеу изоляторына түскен жігіттердің, қыздардың жағдайын сұрап, оларды ешкім тергемеген болса, еш жерде тіркемеген болса, тез босатып жіберіп отырыпты. Кейіннен бұны жаңағы Рашидті мемлекет наградасына ұсынады ғой. Сол уақытта бұл Рашид бас тартыпты наградадан. Сондықтан бұны саяси сенімсіз адам ретінде бұны қызметтен төмендетудің әрекетіне кіріседі. Кезекті алайын деп тұрған полковник дәрежесінде ала алмайды сол кезде. Сөйтіп бұны Чернобыль атом электростанциясына апат болған жаққа жұмсапты. Ол жерге менің қандай қатысым бар деп ойладым дейді Рашид. Кейін сол жерге барғанда байқадым дейді, біз сияқты ол кездегі Союздың түкпір-түкпірінен келген 27 адамның барлығы да қарап отырсақ саяси сенімсіздер болып қалғандар екенбіз дейді. Апрельдің 26-сында болды ғой енді катастрофа. Бір жылдан кейін жаңа комиссияның құрамына барып, соны расследование дейді ғой, қатысып, бірақ
Сонда барғанда көп болса бір 10 минут қана сол өзінде болған. Соның өзінде 7 минуттың ішінде ауру шалдыққан ғой жаңағы. Қан ауруына шалдығып 96 жылы 9 апрельде 49 жасында қайтыс болды. Әкем өте күшті кісі болған. Бізге білдіртпей, жұмыстағы проблема бізге айтпайтын еді. Өзі бірдеме қылып шешіп, ал нағыз қиналған тек қана ауырған кезінде көргенмін. Мен өзі ойлаушым, бұл енді жалғыз бала қалада өскен. Қан нетер? Жоқ, ондай болған жоқ. Несі, әкесі ауырғанда Айжан жастау еді. Ерлан енді ер жігіт өткен. Сол Ерланға сондай ырза болған сонша, папасын енді өлгенше жақсы қарады. Мен ырзамын енді Ерланға сол тірлігіне. Құдайға шүкір, Ерланым физмат школаны бітіріп, жақсы бітіріп, Ленинградтың Санкт-Петербургский электротехнический университетін бітіріп шықты. Мамандық электрончик программист, енді жақсы мамандықпенен. Қызым Айжан нархозды бітірді. Біздің өзіміздің папасы мен мамасының оқыған вузында, оны да жақсы бітіріп, қазір Құдайға шүкір акиматта жұмыс істеп жатыр. Қалалық акиматта ұлымның 4 баласы бар, қызымның 3 баласы бар. Аллаға шүкір, тәуба, ұлым Астанада, қызым Алматыда. Сол қазір енді, бірақ енді бір өкінішті жағдай, Рашид осы 2 баласының 7 немересін көре алмай кетті. Қазір Сараның юбилейі, Сара Рашидтің орнын жоқтатпай, бәрлігін балаларына беріп отыр. Еңбегімен, өзінің істеген ісімен, тұсқандарға қарапайым қарағандай, екі жаққа нағашыларымызға да, тұсқандарымызға, бәрлігіна бірдей, бәрлік балаларға үлгі болып жүр Сара. Бағыт беріп жүреді. Қазір осы заманда Сара тез заманға сай лайық еңбек жасап, балаларына да бағыт беріп жүр. Елдің елеулі, халқының қалаулы азаматтары деп мен осыларды білемін да. Осы екеуінен мен көп үлгі алдым десем де болады мысалы. Бас бухгалтер болып келді. Өз ісінің өте шебер екендігін білдіріп, оның үстіне мінезде жайсаң жаңа кісілерге, адамдарға көмектесем екен деп тұрады жаңа. Ақ көңіл. Енді біз бірденен танысқаннан кейін сондай болып араласып кетті. Осы уақытқа дейін қарым-қатынасымыз өте жоғары деңгейде. Ол кісіні әр уақытта адал апай ретінде, білгір маман ретінде өте қатты сыйлаймыз. Ол кісіні сол кейде бір сәулет саласында да бір өзінің жаңағы ойын, сәулет тұрғыда өзінің жаңағы көзқарасын айтып отырады біздің арамызда да. Сол кездерде ойлап қаласың, бұл кісі негізі жалпылама жан-жақты кісі ма деп ойлайсың. Бір жағын жаңағы әзілдеп айтсақ та, майманның қызы болғандықтан болар да деп ойлаймын негізі. Сондықтан бұл кісідегі бір ер мінезділік өте, кейбір ер адамдардың арасында кездеспейтін мінез бұл кісіде бар, ер адамдарды. Мамам денсаулығыңыз зор мықты болсын. Бізбен ойнап, күліп, тойлап жүре бер, мама. Маме я хочу пожелать, ну, конечно, самое главное здоровье. У нее неиссякаемый оптимизм, жизнерадостный оптимизм, чтобы он всегда оставался тфу-тфу-тфу, чтобы у нее все было замечательно. И мы будем стараться, чтобы у нее... Мы всегда будем, мы
старались, стараемся и будем стараться, чтобы у нее было крепкое здоровье, чтобы она всегда была в жизненном тонусе, хорошем. Мы тебя любим, мам. Сыр бойын шарладым, кетеме осылай, әніміз қосылмай, аяулы таңым сен едің, көрсем деп келемін. Жаз еді күлкімде, қайдасың бұл күніде, сені іздеп арманым.